Саяхат сүйер қауым, қалайсыңдар? Біз бүгін Қарғалы су қоймасындамыз. Бүгін сіздермен саяхаттағы комфорт жайлы сөйлескім кеп тұр. Жабайы саяхат кезінде өзіміздің жағдайымызды қалай жайлы қылдыратынымызды, ол үшін қандай құрал жабдықтар қажет екенін айтып кетемін. Негізі жалпы жабайы саяхат минималды, керек нәрсе. Бұл палатка, кейбірі палатканы да керек қылмайды. Бұлай жай спальникта жата береді, кейбірі машинаның ішінде жата береді. Айтайық, ең минималды бұл палатка, каремат, астына төселетін матрас, осақ жетіп тұр. Бірақ, мысалы, тамақ ішкен кезде өзімен әкелесіз бе, әлде дайындайсыз ба, соны да есептеу керек. Мысалы, біз саяхатымыздың көбінде тамақты өзіміз дайындаймыз. Кішкентай газовка бар, содан кейін үлкен бір советский газым бар, бірақ ол дұрыс істеп тұрған жоқ. Және бүкіл тамақты өзіміз дайындаймыз. Егер осындай минималды құрал жабдықтар болса, тамақ дайындайтын газовка, ыдыс-аяқ в принципе мантыйға дейін дайындауға болады. Біз жұмыртқадан бастап пловқа дейін саяхатта дайындап жүрміз. Түк оның проблемасы жоқ. Кез келген тамақты дайындай аласыз. Екінші орында бұл үстел. Мінеки осындай үстел, әдейі туристік үстел. Аяқтары міне максималды ұзартылып тұр, және төмен кішкене тапалдырау болады. Бұл үстел бүгілет осы жерден. Және де оның 4 кішкентай орындықтары бар. Мынау үстел өте үлкен комфорт әкеледі, өйткені сізге осы үстел пайда болған соң жерде отырып тамақ ішпеуге болады. Өйткені оның да ыңғайсыздығы бар, жерде отырасын, аяқ бүгіліп қалады, ұйып қалады дегендей. Оның үстіне жерде тік емес, тамақ дайындау қиын болады. Сондықтан бұл үстел өте үлкен плюс болды. Ең бірінші бізде осы үстел пайда болды, кішкентай орындықтармен. Бірақ сосын мен өзіме үлкен орындық алайын дедім. Мінеки осы үлкен орындықтар туристік кресло деп аталады, спортмастерден. Бұларды бір 6,5 мыңнан алған едім, қазір қымбаттап кетті. Өте жақсы, өте керемет. Мен осы орындықтарды алғаныма қатты ризамын, өйткені комфортты кәдімгідей жоғары деңгейге шығарып жерді. Ойландаршы, уже арқамен сүйеніп отыра аласың, Мысалы, мен видеолар жазғанда жай демалысын уже жақсы болады. Подлокотнигі бар міне, өте ыңғайлы, 120 килограммға дейін көтереді. Және де оңай бүгілет. Бүгілет жазылады, қалай? Жиналады, Неке осылай жиналады. Көрініп тұрса, бұлай жиналады. Өзінің резеңкесі бар, ұстап тұратын. Сосын міне иыққа асып, бұлай жүретін асары бар. Болды, осылай. Минусы чехол жоқ. Бірақ және габаритті, сәл габариттау. Бірақ бұл орындықтың комфорты минустарды кәдімгідей жеп қояды. Өте керемет, бізге ұнады. Өзбекстанға барар кезде осы орындықты алдық. Және Өзбекстан бойы рахаттандық осы орындықпен. Кез келген жерде бұлай жаза саласын. Бұлар әрдайым негізі машинанда жүреді. Даже бір жерде далада от шыққанда, бір кезек күткенде осын шығарып отыра саласында болды. Кәдімгідей өмір өзгереді. Оған қоса міне осындай стақан салатын жері бар. Стақан, ұсақ-түйек салатын.
дәл осындай орындықтар Декатлонда да бар, және бір жерде көргем кішкене қымбаттырақ орындығы бар. Бұл жерде тесік, және мынау жерінде тесігі бар, яғни зонт қойылатын. Бұлай зонт өткізіліп, кәдімгідей қолшатыр дейді ғой, көлеңкеден қорғайтын. Енді саяхаттағы тағы бір комфорт әкелетін зат, бұл мынау маңдайлы фонарь. Ол екі режимда жанады. Мынау так, міне осындай сигналды бар. Мына дөңгелегі бұл алысқа ұратын жарық. Ол да үш режимда істейді. Міне мынау кішкене әлсіздеу және сигнал. Мынау жаңағы как рассеянный свет дейді ғой. Өте керемет зат, талай рет құтқарды. Түнде бір нәрсе жоғалтып алсан, немесе түнде тамақ дайындап атсан, ыңғайлы, қолдарын бос болады. Осылай бетін бұрылған жаққа свет бұрылады. Бұл ең керемет зат және орындық мен үшін. Мынандайдың екіншісін тағы да Каринаға алу керек міндетті түрде. Бұны мен Алиэкспресстен 1200 теңгеге солай алдым. Зарядкасы бар, бір батарея тұрады, сол зарядталады өзі. Кәдімгідей микро USB мен зарядталады. Мен тағы бір нәрсем қалайтын комфортта, бұл навес, тент, шатер дейді тағы да. Өзіме бір екеуін қарап шықтым. Алиэкспрессте тұр, бір 30 мыңдай тұрады, енді соны алатын шығармын. Немесе кәдімгідей толық москитті сеткасы мен шатерлар бар, сондайды алам ба, білмеймін. Сол екі варианттан ойланып тұрмын. Содан кейін тағы бір мен қалайтын нәрсем, бұл үрленбелі матрас. Өйткені біздің каримат 1 сантиметр қалыңдығы, дене ұйып қалады, ыңғайсыз, сәл ыңғайсыздау. Бірақ біз үрлемелі матрастың орнына осындай міне 3 сантиметрлік поролон сатып алдық. 2 метр ұзындығы, 1,10 ба ені. 2 адамға бұл өте ыңғайлы. Және мұнаны бір 3-4 рет уже қолданып көрдік. Жұмсақ болады. Астына енді міндетті түрде каримат төсейміз. Осындай матрасовка үстін қаптайтын сатып алдық. Енді бір минусы бұл көлемі өте үлкен, міне көлемді, бірақ саяхаттағы комфортты белгілі бір деңгейге шығарады. Жұмсақ, ыңғайлы, жақсы ұйықтауға болады осындайда. Сол міне өзіміздің жағдайымызды ыңғайластырып жүрміз осылай. Егер де сізде бір кеңестеріңіз болса, комментарийге жазыңыз. Біздің саяхатымыз міне осылай өтуде, осындай комфортпен.